Барша балалардың асқа күтетін мерекесі саналатын 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күнінде Жетісай ауданының балғындарда мол қуанышқа бөленді. Орталық жеңіс алаңында жылдағы дәстүрге сай балалар арасында сурет салудан жарыс ұйымдастырылды. Балғын қылқалам шеберлері өз қиялдарынан туған болашақ Қазақстанда асфальт бетіне түсірді. Балаларымызға дендеріңіз сау болсын, аспандарыңыз ашық болсын, барлық уақытта алға қойған мақсаттарымыз орындалып, мектепте жақсы оқып, осы елдің келешегіне, болашағына, экономикасына үлкен үлесін қосатын белді, мықты елдің азаматы бола беріңіздер. Мынау қай елдің балдары десе, мынау Жетісай ауданының балдары. Мынау қай елдің балдары десе, Жетісай қаласының балдары. Қазақстан Республикасының азаматтары деген үлкен жақсы атаққа ие бола беріңіздер. Халықаралық балаларды қорғау күніне аудан әкімдігі мен білім бөлімінің ұйытқы болуымен жартылай және тұл жетім 45 балаға арнап сөмке сыйлады. Олардың балалық бал дәурен шақтарын қызықты өтуге өңір кәсіпкерлері атсалысып, бірнеше жан жомарт, қолы ашық жандар демеушілік жасады. Аудан әкімінің тікелей бастамасыменен соғысының басшылығында аудандағы барлық ауылдық округтарында, елді мекендерде бұл мерекені өте жоғары дәрежеде ұйымдастырып, жолдары қолға алынған. Балалар мерекесі құтты болсын. Балалар біздің болашағымыз. Барлықтарыңызға амандық, жақсылық, дендеріңізге саулық, қуаныш тілеймін. Рахмет. Мерекелік шара барысында аудандық мәдениет үйінің өнерпаздары концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Өз кезегінде өнерлі балғындарды ән шырқап, би билеп, тақпақ айтып, бақытты балалық шақтардың дәмін сезінді. 1 маусым балалар қорғау күні құтты болсын, балалар дені сау болсын, бақытты болсын. Алдағы осы 3 ай демалыстарын жақсы өткізсін. Мерекелік шараға жиналған 600 бүлдіршінге балмұздақтарда бұл күні тегін үлестірілді. Қалалық әкімдік тарапынан балдырғандарға аттракциондарда тегін көңіл көтеру үшін 500 билет тапсырылды. Бүгінгі балалар мерекесі құтты болсын. Біз балалар үшін өте қуаныштымыз. Балаларымыздың болашағы, келешегі жарқын болсын. Балаларымыздың дені сау, өмірі ұзақ, келешек бір жақсы маман иелері болып, бізді әрқашан ата-анасын қуанта берсін. Жаз мезгілінің алғашқы күнімен бірге іргелесіп келетін халықаралық балаларды қорғау күні мерекесі ауданның барлық өңірлерінде кеңінен аталып өтіп, түрлі спорттық сайыстар ұйымдастырылып, сыйлықтар табыс етілді. Бұл күні бірде-бір баланың тілегі орындаусыз қалған жоқ деуге әбден болады. Асылбек Данияр, Гүлмира Саржанова, Ғани Оралбайұлы, ақпарат Жетісай ауданынан.